Баршаңызға ассалауму алейкум достар. Бүгін сіздермен бірге сочники рецептісімен бөлісемін. Алдымен қамырына ыдысқа май, қант салып, жақсылап миксерлейміз. Миксерлеп болғаннан кейін жұмыртқа, қаймақ салып, қайтадан миксерлейміз. Бізде осындай масса шығады. Содан соң массамызға қопсытқыш және ұнымызды біртіндеп салып отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Біздің қамырымыз осындай болып шығуы қажет. Енді салмасын дайындаймыз. Ыдысқа ірімшік, қаймақ, жұмыртқаның бір ақ уызын және қант салып, жақсылап араластырамыз. Салмамыз дайын. Үстелдің үстін ұнмен сеуіп, қамырымызды саламыз және қамырымызды орташа қалыңдықта оқтаумен жаямыз. Содан соң жайылып болған қамырымыздың үстінен стақанмен осындай дөңгелектер бастырып аламыз. Енді бір дөңгелегімізді аламыз, оның жарты шетіне бір шай қасық салмамызды саламыз және видеода көрсетіліп тұрғандай сочниктарымызды жасаймыз. Бүкіл сочниктарымызды осылай дайындап шығамыз. Дайын сочниктарымыздың үстін жұмыртқаның сары уызымен жағып 190 градуста 30-35 минут дайындаймыз. Мінекей достар, біздің сочниктарымыз дайын. Сочниктар өте дәмді, қамыры жұмсақ болып шықты. Сіздерге дайындауға кеңес беремін. Сіздердің отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Ал егер осы видеоны ұнаса лайк қойып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ассалауму алейкум.